Бүгін біз 2017 жылы шыққан Фердинанд деген керемет мультфильмге шолу жасаймыз. Барлығымыз бұл бейнемізді аяғына дейін көрейік. Лайк басайық. Кеттік ау достар. Саябақты көреміз. Ішінде кішкентай бұқылар ойнап жүр. Бәрі балалар еді. Валенти дегені өзінше мақтаншақ еді. Себебі әкесі арнайы жарысқа қатысады екен. Содан орын алады деп сенімді жүр. Фердинанд болса гүлдерді жақсы көреді. Бір кезде бүкіл алып бұқалар келеді. Балалардың әкелері еді. Валенти болса өзгесін алып бұқа болатынын айтып мақтанады. Матадор деген қызметкерді жеңу олар үшін мәртебе еді. Басқа да балалар өзгесін жарыста болатынын айта бастайды. Бірақ Валенти оларға қарап, сендер бәрілерің әлсізсіңдер дейді. Фердинанд болса сол өзінің гүлімен арпалысып жүр. Алып бұқалар аранға кіре бастайды. Сол жерде Фердинандтың әкесі де жүр. Валентинің де әкесі бар. Осы кезде екеуі бір-бірімен сүзе бастайды. Бір кезде Матадор шығып, Фердинандтың әкесін таңдайды. Валентинің әкесі болса ашуланып қалады. Оған ұлының да көңілі түсіп қалады. Кейін Фердинанд әкесіне барады. Сонда әкесі оған арманын айта бастайды. Жақында мен үлкен аренаға шығамын. Атақты боламын. Бұл деген бүкіл бұқаның арман дейді. Сонда Фердинанд, менің арманым болмағаны айып емес пе дейді. Әкесі деген сенің арманың өзгереді ғой. Ертең сен менен де үлкен бұқа боласың деп қалады. Фердинанд болса, шынба деп қуанады. Артынан көлік келіп, Фердинандтың әкесі артына отырып кетіп қалады. Кеш батқасын Фердинанд әкесін күтіп жүреді. Бірақ та әлгі көлік келіп, артыңғы жағы бос болады. Фердинандтың көңіл-күйі түсіп кетеді. Барлық бұқалар өздерінің арандарында еді. Бір кезде қызметкер келіп, Фердинандты ұстап алмақшы болады. Сол кезде Фердинанд мүлдем бұл жерден қашып кетеді. Жүгіріп қашып, кетіп бара жатқан пойыздың ашық вагонына секіреді. Пойыз тоқтағанда содан шығып орманның арасына қашып кетеді. Сөйтіп кетіп бара жатқанда жаңбыр жауғандықтан аяғы тайып көзін бір ашса, бір адам итімен келіп тұр екен. Келесі күні көзін ашса, әлгі қыздың сарайында жатыр. Бұл қыз келіп Фердинандты сипалап, оны жақсы қарайтын айтады. Осыдан бастап бұл қыз Фердинандпен жақсы дос болады. Қыздың әкесі бар және үйінде иті бар еді. Арада уақыттар өтіп жатады. Фердинанд болса осы үйге үйренеді. Қызбен бірге аулаға шығады, кейде табиғатқа шығып гүлдерді иіскейді. Осылайша алып бұқа болып өседі. Таңертең жақсы көңіл күймен Бүгін біз Фердинанд деген осы фильмге реакция сіңіп айтам. Кеттік ау, осы видеоны көретін боламыз бірге сіздермен. Фердинанд есік алдына шығады. Ұйықтап жатқан әтешті оятады. Давай, Хорхе, вставай уже! Просто песня. Содан кейін Пако есімді итпен ойнай бастайды. Бүгін гүлдер фестиваль екен, сондықтан Фердинандтың көңіл-күйі де жақсы. Пако болса, осы жолы Фердинандтың қала жаққа бармайтынын айтқысы келеді. Бірақ Фердинанд тыңдамайды. Артынан үйдің иесі шығып, шынымен сол жаңалықты растайды. Фердинанд осы жолы бармайды, үйде қалады дейді. Оған қыздың көңіл-күйі түсіп қалады. Бір нәрсені түсінбедім. Бас кезінде Фердинандты әкесі өзінің есімін атап Фердинанд деп шақырды. Артынан бұл отбасы қалай ғана дәл осы есіммен мына бұқаны атап жүр екен. Миыма қонбай қойды. Ақыры Фердинанд қалатын болып шешеді де қалғандары қала орталыққа кетеді. Фердинанд болса өзі жалғыз табиғатта жүріп, сол жаққа баруына жол іздей бастайды. Если из яйца никто не вылупится, пока я считаю до 10, я иду. Раз, 2410. Әр түрлі әдістерді қолданып, ақыры сол орталыққа кетіп қалады. Қала жақта орталықта жүргенде бүкіл адамдар тамсанып бұл бұқа қарайды. Сосын Фердинанд ілініп тұрған кірлердің арасына басын тығып, өзінің үй иелерін көріп мөңірейді. Бірақ та әлгі байланып тұрған киімдер кедергі жасайды. Сонда байқамай араның үстіне құлап, қатты бақырып даусын шығарады. Бүкіл адамдар қорқып шулап кетеді. Сөйтіп бет алды Фердинанд жүгіріп кетеді. Адамдар деген ойбайлауда. Полиция көлігі де келеді. Фердинанд барынша тығылып жүреді. Алайда ақыры оны жануарларды ұстайтын жерге апару үшін көлікке салып алып кетеді. Кішкентай қызбен әкесі артта қалып ештеңе жасай алмай қалады. Көлік біраз жүріп, оны өзінің туған жеріне әкеп тастайды. Әлгі бірінші қашып кеткен жер еді. Фердинандтың қасында Лупе деген ешкі де жүр екен. Екеуі бір-бірімен танысып дос бола бастайды. Мать моя козочка, ты огроменный! Слушай,
Кенет Фердинандтың алдынан бұрынғы бала болған достар шығады. Олар да есейген еді. Бірақ Фердинанд бәрінен алып үлкен ғой. Біраздан кейін Валентия шығады. Қош келдің, Фердинанд. Көргеніме қуаныштымын. Әйтеуір лайықты қарсылас келді ғой. Алып денеңе сене берме, жақында сүземіз, көреміз дейді. Кейін бәрі өздерінің орындарына кіріп демалады. Фердинандтың қасына бір кезде кірпілер келеді. Өздері билей бастайды. Міне осылай Фердинанд кірпілермен де достасып алады. Артынан түннің бір уақытында Фердинанд далаға шығып кетеді. Сол кезде басқа араннан 3 ат келіп Фердинандқа күле бастайды. Сондай қайсарлы, жігерлі жануарды мысқылдақ клоун етіп көрсеткендері не тағы. Келесі күні бүкіл бұқалар сыртқа шығады. Осы арада бұл жерге Матадор қызметкеріндегі бір жігіт қызыл көлігімен жетіп келеді. Ар жақта бүкіл бұқалар Матадорға қарап қалады. Жаңағы Матадор ең мықты деген бұқаны таңдау үшін келіпті. Заттарын жинап осы жерге кіре бастайды. Содан кейін бұл жердің басшысы бүкіл бұқаларды шығарыңдар деп бұйрық береді. Бірақ сол кезде Фердинанд шықпаймын деп тұрып алады. Валентия оның артынан мүйізін тығады. Сонда Фердинанд айғайлап, бәрі алаңға кіреді. Бәрі бір-бірімен сүзісіп өнерлерін көрсетпекші. Алайда бұл жерде Фердинанд керісінше құлап қалғандарға көмектесе бастайды. Матадордың көңілі толмайды. 2 күн уақыт беремін, жақсы бұқа дайындаңдар дейді. Бірақ та арада Гофан деген бір бұқаны таңдап әкетеді. Ол да жай емес еді. Оны басқа бір мақсатқа алып кеткені белгілі. Фердинанд болса бұл системаны түсінбей жатыр. Сонда Валентия оған қарап түсіндіреді. Қазір бәрі өзгерді. Сен не ет боласың? Болмаса қызметші боласың. Басқа амал жоқ дейді. Бәрі тағы да өздерінің арандарына кіріп демалады. Келесі күні бүкіл бұқалар сыртқа шығып өздерінше дайындық жасайды. Фердинандқа демеуші болып көмектесіп жүрген Лупе деген ешкі еді. Жаттығу барысында олар байқамай бір қоянды талдырып алады. Сонда Фердинанд әлгісін оята бастайды. Өлмеші, ояншы дейді. Ақыры қоян атып тұрып қашып кетеді. Басқа бұқалар болса Фердинандтың қылығына таңғалады. Кейін әлгі аттар тағы да пайда болып, тағы да Фердинандқа күле бастайды. Олар болса біз жақсы билейміз деп мақтанады. Сонда бұқалар да өздерінің өнерлерін көрсетіп билеп кетеді. Би жарыс болып кете ме бірдеңе? Жарыс бітіп бәрі мәз болып жатқанда Валентия келіп, не күліп жатсыңдар? Жақында жарыс дейді. Оған Фердинанд бұл жерден қашып кетейік дейді. Басқа керемет жер бар деп өзінің иесінің үйін айтады. Бірақ Валентия оған қарап, ондай болса сені неге мұнда келді? Себебі сен бұқасың. Осыны мойында дейді. Осы түнде Фердинанд кірпілермен келісіп жоспар құрады. Әлгі кірпілер болса есік алдында бейбелеп, адамдардың көңілін бөлейді. Сол кезде Фердинанд бастықтың кабинетіне кіріп, бәрін қарастыра бастайды. Әлгі өзінің әкесінің мүйізін көреді. Қасында суреті де бар екен. Ешкі болса сенің әкең бе деп қалады. Солай Фердинанд қайтып аранға кіреді, бәріне осы жаңалықты айтады. Бізге қашу керек, тек қана осы дұрыс жол, әйтпесе бәрімізді өлтіреді дейді. Валентия келіп, сендер қорқақсыңдар деп Фердинандқа атыла бастайды. Осылайша екеуі де сыртқа алаңға шығып кетеді. Валентия болса қатты шабуыл жасаймын деп өзінің мүйізінен айырылады. Осы сәтте Матадор қарап тұр еді. Ол Фердинандты таңдайды. Валентияны көлікке салып басқа жаққа алып кетеді. Мүмкін соғымға дайындайтын шығар. Осы түні Фердинандтың басшылығымен бүкіл бұқалар бұл жерден қашып кетеді. Олар бәрі Валентия мен Гофанды тауып алады. Дыбыс бергіш ойналып кетіп, бұл жерде автоматты түрде бүкіл ет турағыштар жұмыс істеп кетеді. Сол кезде Фердинанд көмекке ұмтылады. Өзіне жалғыз қиын еді. Кенет ойланып келген Валентия де көмектесе бастайды. Ақыры бәрі осылайша сыртқа шығып, кірпілермен бірігіп, көлікке мініп қашып кетеді. Қызметкерлер болса, қалай көлік жүріп кетті деп таңғалады. Бастық атып шығып, бұл жағдайды көреді. Матадор болса, бұқаны жоғалтсаңдар, оның орнына өздерін шығасыңдар дейді. Әлгі бұқалар болса, ақыры қаланың орталығына жетеді. Сосын бәрі жүгіре бастайды. Бастықтары да бұқаларды іздеп қалаға келіпті. Содан бұқалар қашып жүріп, тура темір жол жаққа келеді. Бір вагонды тауып алып, соған мінеді. Алайда артынан келе жатыр еді. Сонда Фердинанд вагонды итеріп жіберіп, өзі қалып қояды. Бастығы болса бірден оны ұстап алады. Жаңалықтарды осы бұқалар туралы айтып жатады. Сонда бағанағы отбасы оны көріп, орталыққа жол тартады. Фердинандтың қасына еріп Лупе ешкі де келіпті.
Ол бұқаны алаңға шығарады. Бүкіл адамдар жиналып қалған. Матадор болса Фердинандты төбелеске шақыру үшін оны ашуландыра бастайды. Ең соңында ақыры Фердинанд қатты ашуланып, Матадорды мүйізімен көтеріп алады. Сол кезде ол жерден қызыл раушанды көріп, Матадорды жібере салады. Қызыл раушанды иіскеп ауылдағы кезі есіне түсіп кетеді. Матадор болса оны өлтірмекші болады. Сонда бүкіл халық ол тірі қалсын деп айғайлайды. Ол тірі қалсын деп айғайлайды. Ақыры Матадор Фердинандты тірі қалдырады. Кішкентай қыз да жүгіріп келіп, Фердинандты жасады деп қалады. Артынан әлгі отбасы бүкіл бұқаларды және ешкіні үйлеріне әкеледі. Ит болса бұқаларды көріп таңғалады. Кішкентай қыз болса ешкіні құшақтайды. Луперге бұл сезім ұнап қалады. Осыдан кейін бүкіл бұқалар әдемі табиғатқа барады. Солай мультфильм аяқталады. Осылайша видео аяқталды. Сау болыңыздар.